Хей, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге ең креативный ағылшын тілін ерекше методикамен үйрететін Саяшайн, және де дәл қазір алдыңғы бөлімдегі Мадагаскардың екінші бөлімін қарастыратын боламыз. Егер де бірінші бөлімді көрмеген болсаңыз, міндетті түрде қарап шығыңыз, хорошо? Өйткені мынау бір-бірімен байланысы бар. Өзімді қысқадан нұсқа таныстыра кетейін. Бірінші рет көріп отқандар болса, толық есімім Жансая, бірақ барлығы мені Саяшайн деп атайды, себебі менің Instagram парақшамдағы есімім Саяшайн. Кстати, Instagramға, TikTokқа тіркеліп алыңыздар, ол жақта күніге ерекше тіркестерді үйрететін боламын. IELTS-ті 3 рет тапсырып, соңғысынан 9-дан 8 балл жинадым, және де дәл қазір Италияда магистратурада оқимын. Мылжыңдаған бос әңгімелерді мүлдем ұнатпаймын, сол себепті давайте сабаққа кірісейік. Алдыңғы видеода естеріңізде болса, мынау Пингвин және де Алекстің әңгімесін, диалогын талқылап жатқан болатынбыз. Давайте алдымен сол тоқтаған жерімізден үзіндіні бір қарап алайық. Hold on a second. Who made you king of the plane wreck? Excuse me? Fine. You can be in charge. You fix the plane. Who gives you the authority to put me in charge? Okay then, I'll remain in charge. Yeah, that's right. You will remain in charge. You and your little hippie friends can stay out of our hair. Correct, Mundo. Because I decided to. Good for you. Yeah, well, guess what? This discussion isn't over. Higher mammals, you stay with us. We could use your front cortexes and opposable thumbs. Phil, I should wash your hands out with soap. Oh my god, менің ең сүйікті бөлімім. На самом деле, вроде бы байқалмауы мүмкін, но өте ерекше, жоғарғы деңгейдің тіркестері қолданған. Енді скипер көбінде профессионал деңгейде сөйлейді, сол себепті именно скипердің қолданған сөздері маған өте қатты ұнайды. Дәл қазір барлығын жүктеп тұрып үйрететін боламын. Әдеттегідей, қазір әрбір сөйлемді талдау үшін бірінші бір сөйлемді қарап алайық. Hold on a second. Who made you king of the plane wreck? Excuse me? Fine. Алекстің айтқаны, hold on a second, who made you king of the plane wreck? Давайте ең бірінші жаңа сөздерді қарап алайық. Hold on, бұл кәдімгі разговорный американдық тіркес болып табылады. Hold on дегеніміз тұра тұр, қоя тұр деген мағынаны білдіреді. Мысалы, hold on, I'll be right back. Тұра тұр, мен дәл қазір қайтып келемін, тез қайтып келемін дегенді білдіреді. Мына жерде Алекс бір қызық тіркесті қолданған plane wreck. Wreck деп біз үлкен корабль болады ғой, теңізде, мұхитта жүзетін. Сол мұхитта жүзетін үлкен корабль қатты крушенияға, қақтығысқа ұшырап, сынып қалса, соны біз wreck деп атаймыз. Мысалы, Титаникта үлкен крушения болды, ол прям сынып бұт-жұт болып кетті ғой. Соны айтамыз. Бірақ, мына жақта енді бұлар самолетпен қатты крушения болып, самолеттің бұт-жұт шықты ғой. Сол себепті plane wreck деп кішкене түрлендірген. Сонда Алекстің айтқысы келгені, тұра тұр, мынау бұт-жұт болып кеткен, қирап атқан самолеттің королі етіп сені кім сайлады деп айтып жатыр. Еще маған осы жерде пингвиндардың реакциясы өте қатты ұнайды. Пышақ ұстап тұр ғой, соны Рико деп айтады да. Ол Рико дегеніміз латын тіліне аударған кезде агрессивный деген мағынаны білдіреді. Бұл автоматпен, пышақпен күшті жұмыс жасайтын пингвиндің түрі. Сол себепті сразу енді скиперді мазақтап жатыр ғой. Бұт-жұт болып жатқан, самолеттің королі деп. Мына сразу пышақты шығарады да, сол үшін маған түрі өте күлкілі. Және де сол жағында тұрған көзі добрый, ол самый младший, оны private деп атайды. Ол младший лейтенант деген сияқты. Рядовой дейді ғой, самый младшийін сипаттаған кезде қолданады. Окей, мына жер түсінікті болды деп ойлаймын. Дальше кеттік. Негізі бұндай пайдалы ақпараттар әрине жақсы, бірақ жүйелі түрде методика болмайынша еркін сөйлеп кетулеріңізге өте ұзақ уақыт керек болады. Егер де интенсивні ағылшын тілінде еркін сөйлеуді үйренгілеріңіз келсе, маған курсқа келсеңіздер болады. Өте тиімді бағада. Егер деңгейіңіз pre-intermediate болса, upper-intermediate-қа 2 айда жетесіз. Егер де бастапқы болса, қабылдауыңызға қарай енді көреміз. Атак орта есеппен 3 айдың көлемінде upper intermediate-қа жететін боласыз. Тіпті алғашқы 3 күнде нәтиже көрсетемін. Егер де алғашқы 3 күнде дым нәтиже болмаса, 100% возвратты жасай аласыз. Барлығы договор бойынша заңды болады. Сол себепте ешқандай риск жоқ, қорықпаңыздар. Және де 3-ші пакет intermediate, яғни орта деңгейлерге арналады. IELTS-қа дайындалу арманыңыз болса, шетелге оқуға түсу, жұмыс жасау, онда IELTS-қа дайындалсаңыз болады. 2 айдың көлемінде толық дайындап шығатын боламын. Жалпы мынау мультфильмдер мен
фильмдермен үйрену сабақтарым бұл менің обычный, как бонус ретінде беретін простой уроктарым. Негізі курста да бұндай сабақтарды мен бонус ретінде беремін. Ал енді ойлаңызшы, курста қандай мықты ақпараттар, тіпті күніге 100 сөз жаттатқыздыратын боламын, ерекше методикамен. Енді ойлаңызшы, күніге 100 сөз жаттайтын болсаңыз, әрине интенсивно деңгейіңіз өсетін болады. Жалпы осылай қатаң дисциплинамен толық үйреніп шыға аласыздар. Толық ақпарат үшін Инстаграмдағы мына тұрған WhatsApp-қа өтсеңіздер, толық ақпаратты менеджер сіздерге жеке беретін болады. Тіпті алғашқы тегін сабаққа да қатыссаңыз. Excuse me. Fine. You can be in charge. You fix the plane. Скипердің айтқаны, excuse me? Fine. You can be in charge. You fix the plane. Вау, мына жерде өте күшті бір тіркес қолданған. In charge. In charge дегеніміз дайын тіркес. Сен осыған жауаптысың дегенді білдіреді. In charge. Жауаптысың. Мысалы, Әсем in charge of this team. Әсем мына группаға жауапты адам дегенді білдіреді. Яғни in charge дегенді жауапты адам деген кезде қолдансаңыз болады. По идее, өте күшті жоғарғы деңгейдің сөзі болып табылады. Мен өзімнің спикингімде де жиі қолданамын. Сол себепті міндетті түрде қолданыңыз. Сонда скипердің айтқаны, excuse me, не дейсің? Окей, жарайды, онда сен осыған жауаптысың. Сен самолетті жөндейсің деп айтып жатыр. Соған Алексдің жауабын қараңыз. Who gives you the authority to put me in charge? Okay then. Who gives you the authority to put me in charge? Өте күшті сөз қолданған, authority. Authority дегеніміз қандай да бір билік деген мағынаны білдіреді. Бұны екі түрлі мағынада қолдануға болады. Сын есім ретінде билік деген мағынада қолдансаңыз болады. Және де authority деп адамдарды да сипаттауға болады. Біз айтамыз ғой, биліктегілер, жоғарыдағылар деп. Вот соларды authority деп айтсаңыз болады. Мысалы, депутаттар, министрлер, жоғарыда жұмыс жасайтындардың барлығын общий authorities деп сипаттай салсаңыз болады. Кстати, еще осы authority дегенді мен өзімнің writing-ымда қолданған болатымын, именно IELTS-та. То есть сіз бұны кәдімгі формалды бір эссе жазған кезде, формалды сөйлегіңіз келген кезде де authority дегенді қолдансаңыз болады. Бұл андай жаймай, разговорный емес, жоғарғы деңгейдің сөзі болып табылады. Мына жерде Алекс өте ерекше спикинг тіркесті қолданған. Жаңа біз in charge дегенді өттік қой. Ол дегеніміз жауапкершілікті алу деген сөз, иә? Бірақ егерде put, мына жаққа someone дегенге бір адамды айтамыз, in charge. Ол дегеніміз жауапкершілікке бір адамды қою дегенді білдіреді. Кәдімгі дайын тіркес. Мысалы, they put Әсем in charge. Олар Әсемді жауапкершілікке қойды. Сол осыған жауап беретін адам ретінде сайлады дегенді білдіреді. Окей, жаңа сөздерді, тіркестерді барлығын меңгердік. Енді толық тіркесті аударып көрейік. Саған кім осы билікті берді, чтобы мені осылай жауапкершілікке сайлайтындай дегенді білдіреді. Окей, осы жер түсінікті болды деген ойдамын. Давайте дальше кеттік. Okay then. I'll remain in charge. Okay then, I'll remain in charge. Жалпы remain дегеніміз қалу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, the tradition remains strong in the old town. Ана бір ескі қалашықта традиция жақсы сақталған, жақсы қалған дегенді білдіреді. Remain деп жалпы кез келген нәрсе болады. Қалды дебіміз ғой. Сол кезде қолдансаңыз болады. Сонда скипердің айтқысы келгені I'll remain in charge. Мен жауапкершілікте қаламын. Мен осы жауапкершілікті аламын дегенді білдіреді. Окей, дальше кеттік. Yeah, that's right. You will remain in charge. Yeah, that's right. You will remain in charge. Бұл жерден жаңа сөздердің барлығын білеміз ғой. Да, дұрыс айтасың, осы дұрыс, сен қаласың жауапкершілікте дегенді білдіреді. Окей, бұл жер түсінікті. Маған осы жерде скипердің жауабы өте қатты ұнайды. You and your little hippie friends can stay out of our hair. Осы жерде бір қызық тіркестер қолданған. You and your little hippie friends can stay out of our hair. Вау, осы жерде өте күшті сөздер қолданған. Hippie friends. Өте қызық сөз. Жалпы негізі, егерде біздің қазақ тілге аударатын болсақ, қиял достарың дегенді білдіреді. Атақ негізі хиппи деген жалпы Америкада адамдарды, біранда кішкене өмір салты обычный адамдарға қарағанда сәл өзгеше ерекшеленетін адамдарды айтамыз. Мен специально фотосын таптым. Мына фотодағы осындай болып киініп алады, андай кең киімдер, олар қандай ақша қатты маңызды емес, өздері қиялда, өздерінің қиял әлемінде өмір сүретін адамдарды айтады. Мысалы, I have a hippie friend with ukulele and pet goat.
Менің осындай кішкене хиппи досым бар. Оның кішкентай укулеле дегеніміз кішкентай гитара. Сондай укулелесі бар. Оған қоса үйінде ешкі асырайды дегенді білдіреді. Жалпы кішкене өмір сүру стилі басқаларға қарағанда басқашалау болып тұратын адамдар ғой, в общем, қысқасы. Және де екінші өте қызық бір жоғарғы деңгейдің идиомасын қолданған stay out of our hair. Біздің шашымыздан алыста бол дегенді білдіреді. Яғни біздің тірлігімізге араласпа деген сөз. Мысалы, I'll stay out of your hair while you are working. Сен жұмыс жасап жатқанда мен сенің ісіңе араласпаймын дегенді, сені мазаламаймын дегенді білдіреді. Сонда общий сөйлемді аударатын болсақ, сен және де кішкене қиял достарың бар ғой, солардың барлығы біздің ісімізден алшақ болыңдар, бізге мешать етпеңдер дегенді білдіреді. Окей, дальше кеттік. Correctamundo, because I decided to. Correctamundo, because I decided to. Негізі, когда өзіңізді қорғағыңыз келсе, мына жақтағы тіркестерді қолдансаңыз болады, кейде болады. Бір адаммен конфликтқа түсіп қалсаңыз, осы тіркестерді қолдануға болады. Жалпы, correctamundo дегеніміз кішкене асыра сілтеп разговорында қолданады. Если түпкі мағынасына келетін болсақ, correct, дұрыс айтасың дегенді білдіреді. Жалпы біз анау замазка дейді, корректор деп жатамыз ғой. Мысалы, ручкамен қате жазып қойсаңыз, біз корректорды алып қолданамыз ғой. Вот корректор деп не үшін атаймыз? Себебі дұрыстайтын зат, иә? Сонда correct дұрыс дегенді білдіреді, правильно. Негізі кейбір сөздерді разговорында осылай кішкене өзгертіп отырады да. Мысалы, окей, доукей дейді. Просто окей деп айтып жатсақ, кейде разговорында окей, доукей, яғни окей деген мағынаны білдіреді. Дәл сол сияқты кішкене разговорында сәл түрлендірген ғой. Әйтпесе correctamundo емес, просто correct дей салса да болады. Және де екінші частында because I decided to, өйткені мен солай шештім дегенді білдіреді. Кейде болады ғой, біреу сіздің нервіңізға тиіп бір сұрақтар қойып қоймай қойса, because I decided to деп айтсаңыз болады. Мысалы, біреу сұраса, why did you cut your hair? Не үшін шашыңды қидың десе, because I decided to, өйткені мен солай деп шештім. То есть осымен сіз просто екінші адамның аузын жаба аласыз, егер де бір сіздің нервіңізға тиетін сұрақтарды қойып қоймай жатса. Не болмаса, не только ашуланғанда, просто өмірде де қолдануға болады. Мысалы, today I decided to stay at home. Мен бүгін үйде қаламын деп шештім. То есть бұны дайын кәдімгі тіркес ретінде қолданамыз. Бір нәрсені шештім дегенді білдіреді. Окей, дальше кеттік. Good for you. Yeah, well, guess what? This discussion isn't over. Вау, good for you. Жалпы good for you дегеніміз жақсы болыпты дегенді білдіреді. Бірақ бұны екі түрлі моментте қолдануға болады. Жақсы мағынада и жаман мағынада. Мысалы, ол интонацияға байланысты. Мына жерде бірақ скипер жаман мағынасында қолданып тұр. Жақсы болыпты деп жатыр да. Но кейде болады ғой, біреу қуанышты жаңалықпен бөліссе, былай айтсаңыз болады. Wow, good for you. Congratulations. О, жақсы болыпты, құттықтаймын дегенді білдіреді. Дәспен мына жақта интонацияма байланысты жақсы мағынада айтып жатырмын, иә? Бірақ кейде біз айтамыз ғой, болыпты, жақсы болыпты деп айтамыз ғой. Дәл сондай мағынада тоже интонацияға байланысты good for you десеңіз де болады. Яғни бұл жақта болыпты деп скипер кішкене бір жаман мағынасында қолданып тұр. Енді Алексің жауабы, yeah, and guess what? This discussion isn't over. Давайте бірінші жаңа сөздерді қарап алайық. Discussion. Discussion дегеніміз дискуссия. Қандай да бір талқылау, бір диалог дегенді білдіреді. Over. Over дегеніміз все бітті дегенді білдіреді. Еще помните, всегда бір ойын ойнайтындар мені бірден түсіну қажет. The game is over деп шығады ғой. Ойын аяқталды дегенді білдіреді. Бірақ мынау болымсызда қолданып тұр. Isn't over. Discussion isn't over. Мынау дискуссиямыз, мынау біздің екеуміздің әңгімеміз әлі аяқталған жоқ дегенді білдіреді. Және де мына жақта бір күшті кіріспе сөзді қолданған. Guess what? А если что, білесің ба деген мағынаны білдіреді. Guess what? Guess what дегенді мына жақта енді ашуланған моментінде қолданып тұр ғой. А так негізі бір қуанышты жаңалықты айтқан кезде де қолдануға болады. Мысалы, өмірде біз айтып жатамыз ғой, вот білесің ба? Вот мен осында кетіп бара жатырмын. Білесің ба? Мен күшті бал алдым. Білесің ба? Бірдеңке деп бір жаңалықпен бөлсеміз ғой. Сол кезде бұны былай қолдануға болады. Guess what? I'm moving to Europe. Вот білесің ба? Мен Европаға көшіп бара жатырмын. Ал Алекс болса, guess what? This discussion isn't over. А если что? А вот білесің ба? Мынау біздің разговорымыз әлі аяқталған жоқ
дегенді білдіреді. То есть сіз кез келген бір әңгімені айтардан бұрын кіріспе ретінде қолдансаңыз, более American болып естілетін боласыз. Дальше скипердің айтатын сөздері маған өте қатты ұнайды. Давайте дальше қарайық. Higher mammals, you stay with us. Higher mammals, you stay with us. Жалпы mammals дегеніміз сүт қоректілер дегенді білдіреді. Жалпы сүт қоректілер деп біз жануарларды бөлеміз ғой. Когда туылған кезде ол анасының сүті арқылы өсетін болса, біз оны сүт қоректілер деп атаймыз. Ал егер де higher mammals дейтін болса, higher дегеніміз жоғарғы сүт қоректілер дегеніміз, оның миы жақсы жұмыс жасайтын сүт қоректілерді айтамыз. Негізі адамдар ең жоғарғы сүт қоректілерге жатады, бізден кейін маймылдар. Сол себепті higher mammals дегеніміз бастары жұмыс жасайтын сүт қоректілер дегенді білдіреді. Жалпы бұл негізі кішкене наукада қолданылатын жоғарғы деңгейдің сөзі болып табылады. Жоғарғы сатыдағы сүт қоректілер деген сөз. Яғни обычный сүт қоректілерден айырмашылығы олардың мына милары, яғни интеллектісі жоғарғы дамыған. Прикол бұл жерде негізі арыстанды, зебрады, жирафты, бегемотты барлығы сүт қоректілер. Бірақ мына жерде скипер болса, оларды наларға қарағанда сендер тупойсыңдар, сендер хипписіңдер. А вот налар, вот higher, олар бізбен бірге қалады, олардың біз басын қолданамыз деген мағынада қолданған. То есть аналарды осылай арқылы кішкене прикол ретінде төмендетіп тұр. You stay with us, сен екеуің бізбен бірге қаласыңдар. Яғни еще бір қызығы бұл жерде скипер өзінің репертуарында бұйрық ретінде бұларға бұйрық беріп сөйлеп тұр. Айтпесе негізі вежливо сұраса да болатын еді ғой. Нет, а ол бұйрық ретінде айтып жатыр. Ей, жоғарғы сүт қоректілер, сендер бізбен бірге қаласыңдар. Окей, дальше кеттік. Одан кейін айтқан сөзі өте қатты ұнайды маған. We could use your front cortexes and opposable thumbs. Мына жақтағы сөздер наукадағы жоғарғы деңгейдің сөздері. We could use your front cortexes and opposable thumbs. Вау, өте ерекше. Давайте бірінші жаңа сөздерді қарастырып алайық, потом общий аударамыз. Жалпы кортекс деп біз мидың алдыңғы бөлшегін айтамыз, негізгі бөлшегін. Мысалы, адамның миы негізгі 3 бөліктен тұрады. Оның біріншісі кортекс деп аталады. Мысалы, білесіздер ме, миға қараған кезінде бұдыр болып тұрады ғой. Вот сол бөлігін кортекс деп атайды. Ол жақта біздің ойлау қабілетіміз дамиды. Еще рептильный мозг, неокортекс деп тағы да бірнеше бөлікке бөлінеді. Біздің эмоцияға, интуицияға да жауап беретін бөлек ми бөлшектері бар. Бірақ мына жерде front cortex деген. Front дегеніміз алдыңғы дегенді білдіреді. Мысалы, біз айтамыз ғой, фронтальная камера дегеніміз алдыңғы камера дегенді білдіреді. Яғни алдыңғы кортекс. Негізгі адам қатты ойланған кезде дәл осы бір бөлшегі, шеке жағы лобная доля дейді, если орысша айтсақ, қазақша шеке аймақ. Егер де осы жағы біздің интеллектімізге, ойлау қабілетімізге жауап береді. Екінші өте ерекше қолданған сөзі opposable thumbs. Жалпы thumbs дегеніміз біздің бас бармағымыз. Мысалы, thumbs up, like бас дегенді білдіреді. Ал opposable дегеніміз, мысалы, президенттің сайлауында айтып жатады ғой, оппозиционер деп. Оппозиционер деп біз кімді айтамыз? Кәдімгі негізгі билікке қарсы шығатын адамды айтамыз. Тыңдамаңдар оны, ол оппозиционер дейді ғой. Ол билікке қарсы шығатын адам, оны тыңдамаңдар деген сөз. Яғни оппозиционер дегеніміз opposite. Opposite дегеніміз қарсы, қарама қарсы деген сөзден шыққан. Мысалы, you are sitting opposite to me. Сендер маған қарама қарсы отырсыңдар. Ал opposable дейтін болсақ, қарама қарсы келетін бас бармақ. Мына жері негізі философский өте күрделі. Егер де бұның былай тікелей түпкі мағынасын аударатын болсақ, мықты бас бармақ дегенді білдіреді. Бірақ неге біздің бас бармағымыз өте мықты болып есептелінеді? Себебі мына жинаған кезде мына басқа 4 саусаққа қарама қарсы келіп былай жиналады. Соның арқасында біз адамдар, маймылдар майда заттарды қолмен осылай жинақтай аламыз. Осы бас бармағымыздың арқасында. Но если біздің бас бармағымыз мынау 4-еуіне осылай қарама қарсы болып жақындамағанда, біз 4 саусақпен қиын жұмыстарды жасай алмайтын едік. Сол себепті біздің бас бармағымызды opposable деп айтады. Мықты бас бармақ. Яғни сильный, бұл өте мықты болып есептелінеді. Яғни opposite деген сөзден шыққан. Қарама қарсы. Мына 4-еуіне қарама қарсы келе алатын болғандықтан оны opposable thumbs. Бұл наукада қолданылатын терминология. Ата күнделікті өмірде просто thumbs деп айта береміз. Бұл бас бармақ деген сөз. Сонда скипердің айтқысы келгені,
біз сендердің алдыңғы лобная доляларыңды және де мықты бас бармақтарыңды пайдалана алатын едік дегенді білдіреді. Яғни енді мыналар самолетті жөндеу үшін кішкене ми керек, оларға еще былай күшті бір-бірімен біріктіре алатын мықты қол керек. Енді бұлар пингвин болғанға оларда қанат қой. Сол себепті кішкене прикол ретінде осылай айтып жатыр. Осы жерде маймылдардың түрлері еще айтқан ответтері маған өте қатты өтеді. Phil, I should wash your hands out with soap. Байқасаңыздар, бір маймыл сөйлей алады, екіншісі осылай жестпен сөйлеп жатыр, иә? Және де анау аударып беріп жатыр, жауап беріп жатқан. Сонда, Phil, I should wash your hands out with soap. Өте ерекше, мына жақта негізі қазір мен американдықтардың психологиясын обязательно түсіндіру керекпін, чтобы мына тіркесті түсіну үшін. А так, если тікелей аударатын болсақ, Phil, мен сенің қазір қолыңды сабынмен жуамын дейді. Бір түрлі, кішкене смыслы жоқ сияқты. На самом деле, бұнда өте үлкен философия жатыр. Ағылшын тілінде негізі бір қызық идиома бар. Wash your mouth with soap. Mouth деп біз ауыз қуысын айтамыз. Егер тікелей аударатын болсақ, аузыңды сабынмен жуамын. Но түпкі мағынасы аузыңа байқап сөйле, ондай жаман сөзді айтпа дегенді білдіреді. Неге аузыңды сабынмен жуамын деп айтады? Бұрынғы кезде американдықтар, егер де өзінің баласы боқтаса или жаман сөз айтса, әке-шешесіне сөз қайтарса, кәдімгі тікелей мағынада ата-анасы баланы жазалау мақсатында аузына сабын салып қоятын болған, тіпті сабынмен кәдімгі жуатын болған. Кәдімгі тікелей мағынада. Мысалы, бұрын біз бұзықтық жасасақ, бізде қазақтарда бұрышқа тұрғызу деген бар ғой. Сол сияқты олардың бір философиясы. Қазір, конечно, жоқ, бірақ орта ғасырда осындай балаларын боғауыз айтқан кезде жазалау түрі болған. Сол кезден қалған тіркес болып табылады. Мысалы, don't use that word again. Go wash your mouth with soap. Мына сөзді айтушы болма, аузыңа байқап сөйле, тіліңді тарт дегенді білдіреді. Неге олар mouth дегенді hand, ауыз дегенді қол деп ауыстырып жіберді? Себебі, байқасаңыздар, жаңағы екінші маймыл қолмен сөйлеп жатыр ғой, ауызбен сөйлей алмайды ғой, мылқау ғой. Сол себепті анау перевод барысында ауыз дегенді қол деп переводтап жіберді. Сонда маймылдардың айтқысы келгені, сен олай бізге дөрекі етіп қатты сөйлей берме, аузыңа байқа дегенді білдіреді. Негізі ағылшын тілінде кішкене иерархия бар да. Біреуге сөйлеу барысында сыпайылықты жоғарғы деңгейде ұстауға жетсін. Себебі ағылшын тілі ол сыпайылықтың тілі болып табылады. Япон тілі де сондай, Корей тілі де сондай. Сол себепті ол деңгейді ұстап тұру өте маңызды. Ал скипер болса, енді маймылдарға кішкене бұйрық беріп, өзінің репертуарында сөйлеп жатыр ғой, әскери болып. Ал маймылдар болса, сол дөрекілігіне осылай деп жауап беріп жатыр. Сен ой артық кетпе, өйтіп аузың жаман сөйлеме дегенді білдіреді. Окей, сіздер үшін өте түсінікті болды деген ойдамын. Давайте өздеріңізді сынау үшін тағы да отрывокты ешқандай да субтитрсіз бір қарап көріңіз. Енді 100% түсіну қажетсіз. Не просто түсінесіз, тереңінен түсіну қажетсіз. Hold on a second. Who made you king of the plane wreck? Excuse me? Fine. You can be in charge. You fix the plane. Who gives you the authority to put me in charge? Okay, then. I'll remain in charge. Yeah, that's right. You will remain in charge. And you and your little hippie friends can stay out of our hair. Correctamundo. Because I decided to. Good for you. Yeah, well, guess what? This discussion isn't over. Higher mammals, you stay with us. We could use your front cortexes and opposable thumbs. Phil, I should wash your hands out with soap. Өте ерекше, сіздерге толық түсінікті болды деген ойдамын. Негізі, каждый бөлімін мен толық қарап, ерекше болған сөздерді, тіркестерді мен өзім тауып осылай түсіндіріп жатырмын. Және де ерекше болған секілді. Міндетті түрде өз ойларыңызды, келесі видеода қандай разборды күтесіз, комментарийға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Ал енді тест ретінде әдеттегідей мен сіздерден өтілген сөздерді қазір сұраймын, ал сіз переводын айтып көріңіз. Hippie friends, authority, mammals, opposable thumbs, discussion. Ал қанша сөзді бірден таба алдыңыз, комментарийға жазып қалдырыңыз.